Оқы, жата, рахаттан марафонының 3-ші күніне қош келдіңіздер. Және бүгін бізде көптен күткен оқығанды есте сақтаудың 5 қадамы сабағы. Ең бірінші, сіз оқиын деп жатқан материалыңызды не үшін оқып жатырсыз? Соған байланысты мақсат қойыңыз. Жалпы мақсаттың да 3 түрі болады. Бірінші практикада қолдану, екінші танысып шығу және үшінші жаттау. Егер мақсатыңыз жай ғана практикада қолдану болса, онда кітапты тез жылдам оқып шығып, және де оның ішіндегі практикада қолданатын нәрселерді өзіңізге жазып алыңыз. Ал егер мақсатыңыз танысып шығу болатын болса, және жаттау болатын болса, онда бүгінгі 5 этапты қолдансаңыз болады. Бірінші этап мақсат қою болатын болса, екінші этап кітапты бір рет ақтарып шығу. Яғни бұл кітапта не бар, мазмұны қандай, мен қазір қандай ақпараттарды алайын деп жатырмын деген сияқты миыңызға дайындық керек. Мысалы, танымайтын қалаңызға баратын уақытта сіз міндетті түрде картасын қарайсыз ғой, немесе міндетті түрде жалпы маршруттары қандай екен, соның барлығымен танысасыз. Бұл жерде де дәл сол сияқты сіз кітаппен алдын ала танысып алу керексіз. Сол жағдайда сізге әрі қарай оны оқу жеңіл болады. Сонымен үшінші этабымыз оқу. Бірақ оқығанда да міндетті түрде жылдам оқыңыз. Кем дегенде минутына 300-400 сөзбен оқитын болсаңыз, миыңызда бұл ақпарат жақсы қалады. Өйткені сіз бұрынғы оқу жылдамдығыңызбен минутына 100 сөз оқып жүре беретін болсаңыз, онда бұл ақпаратты сіз есіңізде қалдырмайсыз. Себебі зейініңіз төмен болып тұр. Жаңағы миыңыздың өте жылдам оқи алатын бөлігі бар ғой, мысалы минутына 1000 сөз оқи аласыз, бірақ сіз минутына 100 сөз оқисыз. Ал енді қалған миыңыздың 900 сөз оқитын бөлігі жаққа лағып кетеді. Ондай болмау үшін сіз міндетті түрде не істеу керексіз? Міндетті түрде жылдам оқу керексіз. Сол жағдайда миыңыз 100% қолданылады, және 100% қосылған миыңызбен ақпаратты есте сақтау оңай болады. Төртінші этап конспект жасау. Яғни әсіресе интеллект карта сіздің осы оқығаныңызды жақсы есте сақтауыңызға көмектеседі. Егер интеллект карта жасайтын болсаңыз, сіздің мына миыңыз барлығын түрлі түсті түрінде қабылдайды, және де өте аз сөзбен көп ақпаратты есіңізде қалдырасыз. Мінсіз конспект жазудың ережесі 100% оқу, 5% жазу, 25% кітап оқып отырған кезде астын сызу, және де осындай жағдайда сіз 95%-ын есіңізде міндетті түрде қалдырасыз. Ал егер сіз кітапта оқығаныңызды 95% конспектлейтін болсаңыз, бұл есіңізде қалмайды. Жаттап алыңыз. Біз әрқашан не істеу үшін жазамыз? Ұмыту үшін жазамыз. Сонымен келесі 5-ші этап басқа бір адамға осы оқығанымызды әңгімелеп беру. Жалпы есте сақтау пирамидасы деген түсінік бар. Ол пирамида бойынша жай оқығаныңыз 5-10% ғана есіңізде қалатын болса, басқа біреуге әңгімелеп бергеніңіз 90-95 100% есіңізде қалады екен. Осы 5 этапты қолдана отырып, сіз кез келген мәтінді өте жылдам есіңізде қалдыратын боласыз. Келесі сабақта енді біз қалай жылдам оқуға болады. Және де осыған байланысты 3 техниканы талдаймыз. Соның арқасында сіздің есте сақтау қабілетіңіз одан әрі жақсарады. Сабақтар ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдырып жүріңіздер.